Assalamu alaikum желесер. Жұмыс бойынша көптеген сұраулар болып жатыр. Бүгін толық мағлұмат беруге әрекет етеміз. 2024 жылы февральдың 5-інде Жорам Жұманиязов Ғұламжанмен біргелікте «Строители без границ» деген, яғни құрылысшылар шекарасыз, қысқа қылып айтқанда «Строй без гран» деген проектті бастаған едік. Біздердің бірінші объектіміз Ямало-Ненецкий автономный округ Салихард қаласы Доверие репцентрі болып, өткен жылы ауылдан келген 60-тан астам желесерімізбенен біргелікте февралдан бастап сентябрь айына шекем ішкі жұмыстарын істеп толық тапсырдық. Һәм сол жылдың өзінде административные здания, яғни әкімшілік имаратының ішкі құрылыс жұмыстарын бастадық. Қазіргі күнге келіп, Салихард қаласында 50-ге жақын желесерімізбен біргелікте сол имараттың ішкі құрылыс жұмыстарын істеп жатырмыз. Ең бастысы 2024 жылы ноябрь айында Новосибирск қаласынан да ұсыныс болып, ауылдастармен біргелікте Новосибирск қаласында да параллельный жұмыс істеп бастадық. Қазіргі күнге келіп, 20-ға жақын желесерімізбен біргелікте Новосибирск қаласында да басқа да объектілерімізде жұмыс істеп жатырмыз. Енді ең басты жаңалық. Осы ай біздерге Якутиядан құрылыс жұмыстары бойынша ұсыныс келіп түсті. Июнь айында Якутияға желесерімізбен біргелікте жол аламыз. Жұмыс бойынша «Строй без гран» YouTube һәм Telegram каналдарымызда, я болмаса көрсетілген нөмірлерге хабарласып, толық мағлұмат алсаңыз болады.